Ал енді сайлау тақырыбына келсек, саяси доданың көрігін қыздыратын президенттікке үміткерлердің телевизиялық пікірталасы өтті бүгін. Хабар телеарнасынан тікелей эфирде көрсетілген дебатқа 7 кандидаттың 4-і өздері қатысты, ал Нұр Отан партиясынан үміткер Қасым-Жомарт Тоқаевтың өкілі болып Мәулен Әшімбаев барды. Өйткені президент сайлауалды науқанға өзі ат салысудан бас тартып, барлық іс-шараны қоғамдық штабқа сеніп тапсырған еді. Ақжолдық үміткердің шашбауын көтеріп Азат Перуашев барды. Оның айтуынша, Дания Еспаеваның Павлодар облысына сапары дебат мерзімі белгілі болғанға дейін жоспарланып қойған екен. Ауыл партиясынан кандидат Төлеутай Рахымбеков болса, бұл міндетті Әли Бектаевқа жүктеген. Пікірталас жүргізу регламентін бұған дейін орталық сайлау комиссиясы әзірлеген еді. Соған сәйкес дебат 3 раундтан өтті. Бірінші кезең тақырыбы Қазақстанның экономикалық даму басымдықтары, оның өзі 2 айналымды қамтыды. Біріншісінде әрбір қатысушы өзінің сайлау алдындағы бағдарламасын таныстырса, екіншісінде кандидаттар сұрақ-жауап түрінде пікір сайысқа түсті. Әрбір қатысушы қарсыласына 2 сұрақтан қойып, өзі де 2 сауалға жауап берді. Екінші кезең Қазақстанның әлеуметтік жаңғыру тақырыбына арналды. Оның бірінші айналымда қатысушылар берілген тақырып бойынша сөз сөйлесе, екіншісінде жүргізушілердің сұрақтарына жауап берді. Соңғы раунд сайлаушыларға арнау деп аталды. Қатысушылар тікелей эфирде сайлаушыларға арнап сөз сөйледі. Пікірталас елорда уақытымен шамамен 19:30-да аяқталды. Сарапшылар дебатқа оң бағасын беріп, тікелей эфирдің арқасында үміткерлерді басқа қырынан тануға мүмкіндік туғанын айтып жатыр. Әлемнің 78 мемлекетінде президенттік және премьер-министр сайлау барысында осы технология жиі пайдаланады. Дебаттың жаңағыдай басқа технологиядан үлкен айырмашылығы кандидаттардың бағдарламасындағы, сайлауалды бағдарламасындағы айырмашылықтарды көрсетуге мүмкіндік береді. Яғни жаңа өздеріңіз көріп отырсыздар, ең бірінші раундта әрбір кандидат өзінің экономикалық бағыттағы басымдықтарын көрсетті. Бұл еліміздегі демократияның алға қарай жылжып келе жатқанының көрінісі. Кандидаттар өзін жан-жақты көрсетуге мүмкіндік алды. Бүгінгі пікірталаста үміткерлердің өте жоғарғы деңгейде дайындалғанын байқадым. Қойылған сұрақтардың бәріне сенімді түрде, әрі қазақ тілінде де, орыс тілінде де толық жауап бере алды. Тек сәл уақыт жетпей қалды деп ойлаймын.